Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен менің ең сүйікті фильмдердің бірі «Эффект бабочки» фильміне шаны жасаймыз. Фильм бастала салып, бір еркектің бір бөлмеге кіріп, асық үстелмен оны жауып жатқанын көреміз. Стол астына жатып алып, қағазға сол сәтке қайта оралсам, бәлкім оны құтқарамын деп бір нәрсе далбасалап жазып жатқанын байқаймыз. Кадр 13 жыл артқа ауысады. Эван есімді баланы анасы шақырып алады. Әңгімесінен анасы мен әкесі ажырасып, бала әкесін қашан келеді деп кішкене сағынатын тәрізді. Баласын мектепке алып келіп тастап жүрейін деп тұрғанда, оқытушысы келіп, сіз мынаны көруіңіз керек деп сыныпқа алып келіп, баласы салған суретті көрсетеді. Анасы шошынады. Оқытушы, балаңыз сурет салған соң, бұл не деп сұрасам, ол оны есіне түсіре алмады деп уайымын білдіреді. Анасы бұл жайттан жас төгіп алады. Кейінде оны дәрігерге алып келіп, баланы тексертеді. Доктор, болған жайттерді еске салып тұру үшін арасында күнделікке естеліктерін жазып тұрсын дейді. Баласы айтқандай істей бастайды. Әйел сөмкесін алып асханаға кіріп қалып еді. Сәл тұрады да, бала өзіне не істегенін білмейтіндей не болды деп қалады. Шынымен де түсініксіз. Медбике болып істейтін анасы Эванды уақытша көршісі Джорджға қарай тұр деп тастап кетеді. Джордж оны өзінің қызы Келли мен ұлы Томмиге алып келеді. Сәлден соң жан камерасын алып, біз қазір бір нәрсе түсіреміз, бірақ оны ешкімге айтып бермейсің ғой деген сойды кадр бірден ауысады. Эван тыржалаңаш камера алдында тұр, ал қасында бетінде эмоция жоқ Келли тұр. Ішіп алған педофил еркек оларға не істеткені түсінікті. Ал соның бәріне шеттен бақылап отқан Томмидің іші қайнап жанып отырғаны анық. Кейінде доктор Эванның анасына оның баласының басынан ешқандай зақым, ауру таппадым деп хабарлайды. Менің ойымша бұл стресске байланысты. Бәлкім әкесін ойлап күйзеліске түсіп жүрген шығар дейді. Психиатриялық ауруханада отырған әкесімен бір кездесу жасаңыз, бәлкім балаңыз жазылып кетер дейді. Арғы күні Эванды психиатриялық ауруханаға алып келіп, әкесіне тыныштандырғыш дәрі салып, баласымен жүздесуге кіргізеді. Әкесі сабырлы түрмен отырады. Баласы оған, мама менің саған шашым, көзім тартқан деп айтып жатыр еді. Кадр дереу ауысып, әкесінің баласының қалқандырып жатқан көреміз. Әкесінің шатыры кетіп, ол өлу керек, басқа жол жоқ деп айқайлай бастайды. Оны ұрып талдырып тастайды. Өкінішке орай, ұрған жарақаттан әкесі көз жұмыпты. Эван Келли мен анасының жерлеу салтанатында тұрған көреміз. Артынша кадр 6 жыл алға ауысады. Эван қасындағы достары да өсіп, рок темекке үйір бола бастаған байқаймыз. Көті қыбыжып қалған Томми әкесінің жасырын гранатасын алып, жарайық деп ой тастайды. Оны бір там алдындағы үй формасындағы хат салатын жәшікке салмақшы болады. Араларындағы ең тұйығы Ленниге жақып беріп, барып салып келеді. Бәрі не болар деп күтіп тұр. Аяқ астынан кадр тағы да өзімен өзі ауысып, аласапыран болып қашып жүрген төртеуін көреміз. Ленни талып қалады. Не болғаны түсініксіз. Кейінде Ленни болған жайттен шокқа түседі. Мамасы Эванға не болды деп сұрап еді. Томми біз жай орманда жүрдік деп құлақтан тебеді. Ал Эван шынымен де не болған білмейтін тәрізді. Келесі кадрда жігіттің психиатр алдында жатқан көреміз. Еркек оны трансқа түсіріп, болған жайтты есіне түсірмекші болады. Еркектің әдісі іске асып, бала бөлшек-бөлшекпен болғанда қиналса есіне түсіре бастайды. Кетіп бара жатқан бір қызыл көлік, әлі де түсініксіз. Бала қиналып, басын шайқап, мұрнынан қан кете бастайды. Эван оянып кетеді. Бір нәрсе біле алдыңыздар ма деп сұрайды. Жо, еш нәрсе шықпады. Кейін Эван, Келли мен Томми кинотеатрға келеді. Үшеудің беттері әлгі оқиғадан соң көңіл күйсіз. Эван сол кезде не болды айтыңдаршы деп еді. Томми оны дуалға тақап қойып, енді ол оқиға жайлы әңгіме қозғаушы болма деп үркітпекші болады. Сол жыл шыққан 7 деп аталатын фильмнің премьерасы екен. Келли шыдай алмай киносеансынан шығып кетеді. Қыз әкесі оны ұрған көрсетпеді. Эван, Келли, сен бұған лайық емессің. Білесің бе, сен өте әдемі қызсың деп екеуі сүйісіп қалып еді. Томми келіп қалып, Эванды енді ұрайын деп қалған сәтінде оны мазақ қылған жігіттерге қаһарлы түрмен келеді. Күпкішка деп болса да Эванға қарап тұрып, ыза түрмен жігітті аямай ұрып соғып, ал күзет алып шығар сәтте мынандай күлкі жасап алады. Кейін анасы мұнда тұрғысы келмей, баласына басқа қалаға көшеміз деп айтады. Ертес Келли екеуі Ленниге келеді. Бала психиатриялық ауруханада бірнеше уақыт өткізіп, сауығып, ана есуас Томми сендерме емес шығар деп үшеуі сыртқа шығып еді. Ол жерден Томмиді көреді. Ол Эванның итін алып, қапқа салып, өртеп жібермекші екен. Шатыры кетіп, баратта байқаусызда қарындасын ұрып құлатады. Артынша Эванды. Сосын отты алып, итті жағайын деген сәтінде Эван тұрып, оған қарай атылып еді. Кадр тағы да бірден ауысып кетеді. Беті жара-жара Эван есін жияды. Қасында жылап отқан Келли. Тағы да не болды? Иті ақыр жанып кетіпті. Ал қасында тағы да шок болып қалған Ленни отыр.
Келесі күн Эван анасымен бірге басқа қалаға көшіп, жолға шықпақшы. Арғы жақтан қоштасу үшін жүгіріп келе жатқан Келлиді көреміз. Эван дереу қаламсап алып қызға хат жазады. Мен сен үшін қайта ораламын. Келесі сценада жазып отқан жігітті көреміз. Бұл 7 жыл өтіп, есейіп кеткен Эван. Қазір таңда ол психолог мамандығын оқып жатыр. Өзінің зерттеу мамандығы ретінде ол адам жадының психологиясын алыпты. Ол жатақханада сәл қуып кеткен Тамбер деген досымен тұрады. Оның әңгімесінен ол міне 7 жыл болды, ешқандай ұмытшақтыққа шалдықпай жүрген сыңайлы. Кешке барда бір қыз не зерттейсің деп тиісе бастайды. Ол қазір таңда адамның миын түсіну үшін құрттардың есте сақтау қабілетін зерттеймін деп қызды сындырып, бөлмесіне алып келіп, анандаймен айналысуға дайындалып жатқанда, қыз оның заттарын ақтарып, оның ескі күнделігін тауып алып, мынау не оқып берші деп өтінеді. Жігіт оны оқымағанына біраз жыл болса да, мақұл деп келіседі. Оқи бастайды. Кенеттен әріптер өзімен өзі бұлдырап, бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Тұрған жерінде кадр ауысып, әлгі итті өлтірген сәтке қайта ораламыз. Естеріңізде болса, жігіт сол сәтте не болған ұмытып қалған еді ғой. Сол оқиға есіне енді келген сияқты. Томми шоғы бар ағашты ұстап алып, Эван кішкентай кезінде сен менің қарындасыммен камера алдында істегенің үшін ешқашан кешірмеймін деп итті жағып жібереді. Эван қайттан есін жатты, орнынан атып тұрып, өзінің ескі қаласына келеді. Бір бөлмеге кіреді. Ішінде ұшақтар құрастырып отырған есейіп кеткен Ленниді көреміз. Бала тұйық болып қалғандай, еш сөйлемейді. Бөлмесінің бәрі ойыншық ұшаққа толы. Одан әлгі оқиға жайлы сұрайды. Ол жайдауыспен мен итті босата алмадым деп тұрады. Тағы сөз шығарсаң, өлесің деп жай орнына оралады. Эван үйіне келіп, не болып жатқан түсіну үшін бұрынғы күнделіктерінің бәрін ашып тастап оқи бастайды. Тағы да өзгерістер пайда болып, бір естеліктердің біріне тап боламыз. Эван Келлидің құлағын жауып тұр. Арғы жақта әлгі үйшік формасындағы почта. Ішіне граната салып қойған шамасы. Естеріңізде болса, бұрын Эван дәл осы оқиғаны ұмытып қалған болатын. Енді оны да есіне түсіріп жатқан тәрізді. Эван темекі шегіп тұрған байқамай киіміне түсіріп, ішін кішкене күйдіріп алады. Сол мезетте бір көлік келіп, ішінен қолына бөпе ұстаған әйел түседі. Үйіне кетіп бар жатыр. Джо, ол почта тексеруге келе жатыр. Төртеуінің де түрі ағып кетеді. Әйел оны қазір ашады. Оған гранатаны алып барып салған Леннидің көзі жасаурап, шок болып мандыраш ұстайды. Эван қайтадан оянады. Көргенде қорыта алмады. Құсып жібереді. Ішін қараса, әлгі түсінде ішін күйдіріп алғаны енді өңінде де тыртық болып қалыпты. Жігіт ойланып қалады. Леннидің үйіне тағы қоңырау шалады. Мамасы алып, баламды не ашуына түйдің бе? Болды, мұнда қоңырау шалма деп қойып қояды. Кейінде анасымен тамақтанып отырып, мама, әкем осы мен сияқты ауыр ғой, ол да есейгенде ұмытқан оқиғаларын қайта есіне түсірудің жолын ашпап берді. Білмейсің ба деп еді? Ол да осылай айтып еді. Оған қоса, ол мынаны да үйрендім деп айтатын еді деп, ары қарай қоя берші деп әңгімесін айтқысы келмей қалады. Эван қайтадан күнделіктеріне үңіледі. Әлгі педофил көршісі Джош оларды кішкентай кездерінде ұятсыз киноға түсірген сәтін оқып отырады. Дос келіп, неге оны еске алып отырсың? Ұмытсай деп кеңес береді. Жігіт болып жатқанын миы ашып жүргені көрініп тұр. Кейінде көлікке отырып бір кафеге келеді. Ішіндегі бір официант қызға бағалап тұр. Ол байқауыста тағамды құлатып алады. Бастығы, сен осы бір күн болса еш нәрсе сындырмай жүре аласың ба деп ұрсып береді. Ал артынша отырғандардың біреу оның жамбасын ұстап алады. Қыз жай күлімсіреп кете салады. Бірақ шынында оның өте бақытсыз екені көрініп тұр. Түнде жұмыстан шыққан соң қызға Келли деп шақырып, үйге қайта көріскендеріне мәз болады. Эван ініс жайлы сұрайды. Жасөспірімдерге арналған колонияда отырып, жақында шықты дейді. Әкеңше, сот арқылы оның қарауынан босатылып кетіп қалғанмын. Ал неге маманың қоласына кетпеді? Оның жаңа отбасы бар, барың келмеді. Келли саған сұрақ береді. Қоя бер. Білесің бе, балық шағымызда сенің әкең бір видео түсіріп еді ғой. Сол жерде не болған айтып берші дейді. Не, айдаладан осыны білу үшін ғана келдің ба деп қаны қараяды. Ұмыт болған нәрсені қайта еске алып, бір нәрсе өзгере ма? Мені ұнатсаң, мына қалада жалғасырап, іріп-шіріп жатқанымда неге маған қоңырау шалмадың деп жылап жүгіріп кетіп қалады. Ердес бөлмесінде автожауап бергішті қосса, сала, менің қарындасымен кездесің ба негеше? Маған қоңырау шалып, 1 сағат бойы жылады. Ал түнде ол өзіне қол салып қайтыс болды. Сен де өлесің деп Эван да шок қылады. Кейін әкесімен інісі кеткен соң жерге келіп қабіріне балалық шағында мен сен үшін қайта оралам деген жазуын тастап кетеді. Бөлмесінде отырып, шынды деп жүрген әкем шында ондай емес шығар. Ол да мен сияқты болған ғой. Мен өзімнің естелігіне оралып, ішімнен жара пайда болды. Онда Келлидің де жарасын жаза алатын шығармын деп ойланып, күнделікті тағы оқиды. Әлгі педофил Джорджтың видео түсірейін деген сәтіне оралады. Ана жақта Томми қарап отыр. Әкесі Келлиге қане шешіңдер дейді. Эван қызға құлағыңды жаба тұршы деп өтініш жасап, Джорджға келіп, педофил, қазір осы видео түсірсең, қыздың психологиялық травма алып, өмір бақи бақытсыз өмір кешеді. Бұны қаламасаң, оған шынайы әке ретінде қатынас. И я за тобой пристально наблюдаю.
Джордж. Және де ана бұзық баланың тәрбиесін қолға ал деп бетіне былш етіп айтып тастайды. Джордж айтқандарынан тілін жұтып қояды. Эван қайта оянады. Сақалы басқаша, бөлме де басқаша. Қайда жатыр? Бас сынып, әлгі оқиғадан кейін өмірі қалай өзгерген есіне түсіреді. Джорджға айтқан әңгімесінен кейін өмірі күрт өзгеріп, көшіп кеткен соң, Келли оған барып, екеуі бақытты жұпқа айналған тәрізді. Солай сияқты. Ол әлі есіне келе алмай, мұрны қанып отыр. Келли, болшы, тез кел, тағы бір істеп үлгерейік, бар жонып кел дейді. Сөйтсе ол қыздар жатақханасында жүр екен. Өзінің сақалын көріп таң қалады. Бірақ артында жалаңаш қызды көріп, одан сайын шок болады. Қосшып колледждің ең танымал ғашықтары сияқты. Қыздан үйдің астындағы оқиға жайлы сұрайды. Білмеймін, ести алмады. Әкем әйтеуір камерасы бар еді, бірден сатып жерді ғой деп айтады. Анасынан қоңырау шалып, дәлізден өзінің досы Тамперді көріп, досты қалайсың деп еді. Сөйтсе бұл өмірде олар жақын араласпайды екен. Психология мұғаліміне келіп, ғылыми жобасы жайлы сұрайды. Еркек те оны танымайды. Емтиханға отырғанда бір бала келіп тиісіп еді. Сөйтсе ол оның осы өмірдегі досы екен. Шпаргалка деп қағаз береді. Өткен өмірде психологияны беске білгендіктен оны умаждап өзі жауап жаза бастайды. Доста ертең Келлиге бір романтикалық кеш ұйымдастырғым келеді дейді. Бірінші курс жігіттері бар, соларды жұмса деп айтады. Түнде Келлимен сөйлеп жатқанда бір қоңырау шалып алғанда қойып қояды. Ертес достармен бірінші курстарды мазақтап посвящениеден өткізеді. Шыны керек, Эванға бұндай өмір біртүрлі болып көрінеді. Ал кешке Келлиге арнап романтикалық кеш ұйымдастырады. Досы келіп, ана жақта машинаңды біреу сындырып кетті деп келеді. Барса, Келли бұны істеген Томми болар дейді. Ішке кіріп, Томми неге табиғаттан сондай бұзық дегеніне қыз, жоқ, папам кішкентай кезінде маған қолының ұшында тигізбеген, ал Томмиді әрдайым ұратын еді дейді. Сыртта кетіп бара жатып, Эван, мен сені қайтадан жоғалтып алғым келмейді дейді. Қыз, не, қалай жоғалды? Осы соңғы кездері өзгеріп кетіпсің. Романтикалық кеш, сөйлеу манераң, сен өзі шынымен Эвансың ба деп келе жатыр еді. Оның киімін байқап қалады. Ағаштың артынан Томми шығып, оны жек көретін, көре алмайтынын айтып, оны таяқпен соққылай бастайды. Болмай кеткен соң, Эван оған баллончиктен сепкілей бастайды. Қыз қорыққаннан 911-ді басады. Эван тоқтай алмай, ананы өлтірдің, мынаны өлтірмекшісің деп, әбден қырт-мыртын шығарып, ұруға кіріседі. Қыз өсінде оны таяқпен, жауыздықпен ұрып, байқаусызда бақилық қылады. Сол мезетте полиция келіп, оны ұстап алады. Кейін жігіттің колонияға қадам басқанын көреміз. Ол түрмеде. Тордың арғы жағынан ол латын әліпбетті Карлос есімді еркекті кездестіріп, одан саған кейін жергілікті бұзақылар тиіседі. Тағы басқа осындағы системаны түсіндіріп береді. Ол мұнда енді келгендіктен көпшілік оған менсінбеушілік танытады. Мәселен, бет бермей тамағын сылп етіп алып келіп қала салады. Бірақ көршісі жақсы адам сияқты. Анасымен кездесіп, балам шылай тұр. Адвокаттар сені өз-өзіңді қорғадың деп шығарып алуы мүмкін деп үміттендіреді. Менің күнделіктерімше алып келдің ба? Міне жартысын ғана таптым деп еді. Жігіт ызаға беріліп кетеді. Кездесуден шыға салып еді. Жергілікті атамандар келіп тиіскілей бастайды. Күнделігін алып қояды. Кішігірім төбелес шығып кетеді. Кетіп бара жатып біреуі, бүгін саған келеміз деп кетеді. Күнделігін алып қойса да, қолында бір-екі параға қалып қояды. Бірақ ол парақтардың пайдасы жоқ сияқты. Сыртта отырып Карлостан, сен діншіл екенсің ғой, білесің бе, Құдай сенің маған көмектескенді қалар еді дейді. Ол сенің басындағы шәріктер орындама деп әңгімесін түсінбейді. Эван Құдай менімен түсіне сөйлеседі дейді. Солай ма деп сене қоймайды. Болмаған соң, осының шын екенін дәлдеймін. Бір темекі пачкасына ойнаймыз ба? Ішке кіріп, қағаз ұстап тұрып, қазір талып қалып, денемде бір тыртықтар пайда болуы мүмкін дейді. Жігіт балалық шағына тап болады. Киноның басына мұғалім анасына көрсеткен суретті бала неге қарап салғаны енді түсінікті болады. Сосын орнынан тұрады да, сол жерде тұрған үшкірге екі қолын аямай тығып алады. Артынша оянып, оның қолынан екі тыртықта көреміз. Көршісі оны Құдайдың белгісі деп, оның ерекшелігіне иланады. Енді сен маған сенесің бе? На все сто. Жігіт сәлден кейін бұзақылар торына келіп, мен сіздердің системаларыңызды түсіндім. Сіздер айтқаны орындаймын, немесе өлемін. Не істеуім керек дейді. Олар жаймен шалбарларын шеше бастайды. Жігіт отырғанда, оның қолында пышақ бар екенін байқаймыз. Оны олардың біреуіне тықпаштап алып, сол сәтте Карлос келіп, торға ешкімді кіргізбей ұстап тұрады. Жігіт күнделігін біреуін алып оқи бастайды. Зорға енді кіре салған сәтінде әсер етеді. Есін жинап, Эван әлгі қаптағы итті құтқару керек деп бір үшкір темірді алып іленеге, білем, сен әлгі гранатаның кесірінен жарылған әйелді ойлап жүрсің. Бүгін сен өзіңді ақтап алсаң болады дейді. Томми итті өртемей тұрып, Эван оған итті өлтіріп колонияға кетіп, қарындасында әкемен жалғыз тастап кетесің ба деп райынан қайтарып, итті босатқанын сойды. Ленни елетті. Ленни, нет! Бұл жолы барлығы одан сайын психологиялық травма алады.
Эван қазір күнге қайта оралады. Өмір жолы қалай өзгергенін көреміз. Томми өлген соң Келли бұзық жолға түсіп, Ленни психиатриялық ауруханаға, ал өзі кино басындағы жағдайына тап болады. Өкінішке орай, әр жаңа өмір жолы оның миына қысым келтіріп, мұрны тіптен қатты қанай бастайды. Диагностикадан өтіп, доктор оның миы тіптен өзгеріп, мұндайды бұрын байқамаппын дейді. Жігіт онсызда оны білгендіктен ойнап әзілдеп тұрып, ол жердің кілттерінің бірін білдіртпей алып кетіп қалады. Сөйтсе ол оны сол жерде жатқан Ленниге кіру үшін алған екен. Оған сөйлеп еді, бірақ ода еш эмоция жоқ. Кетіп баратыр еді, басын көтеріп, сен маған темірді берген, сен бәріне кінәлі, сен менің орнымда болуың керек деп мұңын білдіреді. Эван тағы күнделікті қолына алады. Флешбек. Жігіт әкесімен кездесу кезінде тап болады. Одан бұны қалай төзек болады дейді. Ол жо, еш нәрсені өзгертуге болмайды. Бұл қарғыс менімен бірге біту керек деп баласына шабуылдайды. Киноның басында әкесі неліктен олай істегені енді түсінікті болды. Қайтта оянады. Кафеге келіп тамақтанып отырады. Оның қалай тамақ жеп отырғанын көрген официант, түрмеден енді шықтың ау дейді. Жо, Келли Миллер әлі осында ма дейді. Жоқ, ондай қызды білмеймін дейді. Қыздың бұрынғы үйіне келеді. Есікті әлгі Джордж ашады. Оны есікке тақап қойып, қызың қайда дейді. Келесі кадрда Эванның ескі тосып кеткен қонақ үйге кірген көреміз. Есікті түрәпеті қашып, әбіршіп кеткен Келли ашады. Қыз нашақормен, жезөкшелікпен айналысады екен. Байқаса, қыздың кішкентай кезінде алған жарақаты әлі кетпеген сыңайлы. Екеуі кафеге барып, қызға болғанның бәрін айтып еді, ол сенбейді. Жігіт сол сәтте оған қыздың көпшілік білмейтін қызығушылық хоббилерін, мінез-құлқын дәлме-дәл сипаттап беріп еді, қыз бір сәтке сенгендей болады. Жігіт кезінде сен шынымен де бақытты едің деп жас төгеді. Қыз оның сөздерін құлағына өткізіп, басқа нәрселер қуып отырады. Аяғында одан да анагранаттар жарылып, әйел қайтыс болып, Ленни психологиялық травма алған сәтке оралман ба деп жынына тиеді. Эван аш өтірмен бөлмесіне кіріп, қайтадан күнделікті алады. Граната жарылған сәтте оралады. Әйелдің поштаны тексеруге келе жатқан көріп, дереу үйшік қорапқа жүгіреді. Томми барып, әйелді ары итеріп құтқарып қалады. Бірақ атылған сәтте үйшіктің қасында Эван тұрып қалады. Жігіт оянады. Қыз бен жігіттің даусын естіп, сендерге құрыңдар дедім ғой деп қарап қалса, бұл досы тампер емес, қызбен мәз болып жатқан Ленни екен. Эван, енді бәрі дұрысталды деп қуанып еді. Тоқта, қолына қарайды. Не? Өкінішке орай, жарылыстан кейін оның қолына ампутация жасап, ол мүгедек болып қалыпты. Ал Келли мен Ленни ол инвалид болып қалған соң, уақыттарын бірге өткізіп, жұп болып кетіпті. Сөйтсе, ол тіптен де жүре алмайды екен. Оны колясқаға отырғызып, сыртқа шығарады. Құлап қалып еді, оны айналасындағылар мазақ етеді. Ал арғы жақтан күлімсіреп қалған Томмиді көреді. Ол әлгі әйелді құтқарған соң, тәубеге келіп, дін жолына түсіп, жақсы жігітке айналған тәрізді. Кейін Келли мен жеге алып, қыз, білесің бе, сен менің алғашқы махаббатым болған едің. Негізі мен анамның қолына тұрсам да болар еді. Бірақ әкемді жек көрсем де, кетіп қалсам, сені көрмей қаламын ба деп қорқатын едім деп жігітті таң қалдырады. Жігітте қызға, сені мен сияқты ешкім жақсы көрмеген десем не дер едің дейді. Қыз, мен енді қазір Леннимен біргемін деп өкінішін білдіреді. Леннимен Келли сөйлесіп, құшақтасып, сүйіскен көрген жігіт қатты мұңға беріледі. Кейінде ол суды қосып, ваннада тұншығып өзін өзі өлтірмекші болады. Су толады. Ол тұншыға бастайды. Томми келіп, достым-ау, не мынауың деп жұбатады. Эван, мен сендерге машақат болып келмейді. Басты сендерге жақсы болса болды деп жылап жібереді. Ауруханаға келіп, мамам әлі осына жұмыс істеп жатыр ма десе, керісінше, анасы осы жердің тұрақты пациентіне айналыпты. Сөйтсе, анасы баласы мүгедек болған соң стресске түсіп, тоқтамай темекі шегіп, өкпесіне қатерлі ісік шығыпты. Бұл өмірде анасы қиналып жатқан көріп, жоқ анашым, мен бәрін түзеймін деп күнделігін алып, қайтадан балалық шағына оралып, орнынан тұра салып, Келлидің әкесінің үйіндегі гранатаны жарып тастау керек деп пышақ іздей бастайды. Киноның басында Эван пышақты ұстап тұрып қалуы осыдан екен. Жігіт бірақ еш өзгеріссіз қазіргі шаққа оралады. Сәтсіз. Басқа бетті аштыртады. Әлгі кішкентай кезіндегі видео түсіретін сәтке оралады. Жүгіріп барады, гранатаны алып Джорджға, Артур, мынаны жарып жіберейін деп тұрады. Еркек оны алып қоямын деп жарылғыш Келлидің алдына түсіп, қыз оны ойыншық деп ұстап қалады. Жігіттің мұрны қанап, осы жолғы өмірін қайттан бастан кешіреді. Келли қайтыс болған соң, жігіт дерлік өмірінің барлығын психиатриялық ауруханада өткізген екен. Орнынан атып тұрып, докторға келіп, менің күнделіктерім қайда деп сұрайды. Доктор, Эван, ешқандай күнделік, сенің ойыңдағы әлемдер жоқ. Бұны барлығын сен Келлидің өліміне шыдай алмай, өз-өзіңді алдау үшін ойлап таптың. Күннен күнге сен дәл әкең тәрізді шындыға айналып бара жатсың. Ол да сен сияқты өмірде жоқ фотоальбомдарды сұрай беретін еді дейді. Жігіттің айтқандары докторға сандырақ сияқты болып көрінеді. Эван сонда да қайтпай, күнделікті беріңіз деп сұрайды. Жігіт сол сәтте талып қалады. Анасына доктор, өкінішке орай, оның миына қатты күш түсіп, ұлыңыз ұзаққа бара алмайды деп шок қылады. Эван анасынан кішкентай кездеріне түсірген видеоларды сұрайды. Сол мезетте киноның басындағы кадр қайтадан көрсетіледі.
келеді. Жігіт ұшып барып бір бөлмеге кіріп алып, оны жауып қойып, егер біреу осы хатты тапса, менің жоспарым сәтсіздікке ұшырап, мен өліп қалдым деп жазады. Арғы жақта доктор мен күзет оны іздеп жүр. Жігіт хатты жалғастырады. Егер бәрі сәтті өтсе, бәлкім менде шанс болар. Видеоны қосады. Ол Эван мен Келли алғаш кездескен күндердегі кадрлар. Басқалар есікті аша алмай жатыр. Зорға кірген сәтінде видео оған әсер етіп, ақыры флешбек ұстайды. Кішкентай Эван Келлидің құлағына: "Мен сені және отбасыңды жек көремін. Егер сен маған жақындасаң, өлтіріп тастаймын" деп айтады. Қыз қорқып, анасына қарай қашып кетеді. Жігіт: "Қош бол" деп, қазіргі өмірге қайта ораламыз. Әлгі сөзінен кейін Келли мен Томми анасымен бірге өмір сүріп, тәрбиелі, жақсы азаматтар болып өсіпті. Олардан бөлек Эван да анасының қолында білімді студент болып жетілген сыңайлы. Есін жинай салып, Келли қайда деп сұрайды. "Қандай Келли?" Жігіт енді бұл өмірі ойындағыда екендігін түсініп, өзінің күнделіктерін отқа салып, "Мен енді өз-өзімді түсінген сияқтымын" деп өткен шағымен қоштасады. 8 жыл алға ауысамыз. Танымал психологқа айналған Эван қызымен сөйлесіп келе жатқан көреміз. Кенеттен оның алдынан ақ киінген бір қыз шығады. Үйге өтіп барып, бір-бірін танығандай тоқтап қалады. Қыз қарайды, бірақ есіне түсіре алмайды. Бұрылған сәтінде жігіт қарайды. Жоқ, жай ғана бейтаныс қыз. Бақытқа жету үшін екеуі ешқашан жолықпаулар қажет. Кейде ең жақсы жол адамды жай ғана